Саламатсыздар ма, біздің құрметті виртуалды музей көрермендері. Сіздердің назарларыңызға біз бүгін қарағандылық майталман суретші Есіркеев Райымқұл туралы сюжетімізді ұсынамыз. Райымқұл Есіркеев КСР Суретшілер одағының мүшесі, Қарағанды облыстық суретшілер одағын құрушылардың бірі. Райымқұл шығармашылығының негізгі өзегі адам өмірі. Ол өз жерлестерінің шын бейнесін өнер тілімен түсіндіреді. Шебердің туындылары кеңестік кісі образын ашуға бағытталған. Райымқұл Есіркеев тума талант, дарынды суретші. Ол ешқандай өнер академиясында оқымай-ақ Әбілхан Қастеев атамыз сияқты өз еңбегі мен талантының арқасында кәсіби суретші атағына көтерілген дарын ес. Есіркеев Райымқұл суретші кескіндемеші. Ұлы Отан соғысының ардагері, негізінен пейзаж және портрет жанрларында еңбек етті. Райымқұл Есіркеев 1921 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты Қоңырат елді мекенінде дүниеге келді. 1948 жылдан бастап Қарағанды қаласында тұрды. Есіркеев шығармаларының басты тақырыбы адам. Ол ешқашанда сурет салудан жалыққан емес, керісінше көптеген сюжетті композициялы портреттер, жай портреттер салған. Бұл көбіне шопандардың, әртістердің, кеншілердің, Ұлы Отан соғысының батыры Әлия Молдағұлованың, Ұлы Отан соғысының екі дүркін батыры біздің жерлесіміз Нұркен Әбдіровтың, Мыртбек Мамраевтың, даңқты кенші социалистік еңбек ері Башир Нұрмағамбетовтың және тағы да басқа еңбек адамдарының бейнелерін сомдаған. Суретшінің полотнолары, портреттер және пейзаждар, тақырыптық және өндірістік картиналары, оның әрбір жұмысы өте шебер салынған. Сондықтан туған жеріне, еліне, сүйікті адамдарына арналған үлкен махаббатқа және құштарлыққа толы. Есіркеев Қарағанды қаласы бойынша кәсіпқой суретші атағына ие болған қазақ ұлтынан шыққан алғашқы суретші. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында суретшінің бірнеше туындылары бар. Соның ішінде мына сіздердің алдарыңыздағы халық шебері туындысына тереңнен тоқталғым келіп тұр. Бұл жұмысты суретші 1970 жылы майлы бояу техникасында орындаған. Мұнда 10 саусағынан өнер тамған қазақ әйелінің ұршық үйіліп отырған кезін өмірдегідей тамаша бейнелеген. Сәлима апай осы кездің өзінде 70-тен асқан шағы, өте шебер. Қазақтың қолөнер бұйымдарын сырмақ, алаша текемет, алаша тоқу, киіз басудың алдына жан салмайтын өте шебер жан еді деп еске алады Райымқұл Есіркеевтің ұлы суретші Мирам Райымқұлұлы. Салима апай Ақтоғай ауданының Қоңырат ауылында бізбен көршілес тұрды, әрі бізге туысқан апай болатын. Салима апай жасы келген үлкен кісі, әкем 5-6 сағат натурадан салатын. Сонда көп сағаттап отыра алмай, шаршаған кезде шешем марқұм Салима апайдың киімін киініп алып орнына отыратын дейді. Шешем болса 5-6 сағат орнынан қозғалмай отыра беретін. Әкемнің өнерін қатты құрметтейтін деп еске алады суретші. Салима апайдың үстіндегі көйлегі, кимешегі, камзолын барлығын шешем тіккен. Шешем де өнерден құр алақан жан емес еді. Ол кезде дүкеннен қалаған киіміңді сатып ала алмайсың. Таршылық заман, соғыстан кейінгі кез. Сонда анам марқұм көрші қолаң, туған туыстардың барлығына көйлек, шапан, тымақ, тағы басқа киімдерді әдемі етіп тігіп беретін деп еске алады суретшінің ұлы Мирам. Осы шебер туындысына байланысты 2019 жылы бір суреттің тарихы жобасы аясында Сарыарқа облыстық телеарнасымен бірігіп суретшінің осы туындысы жайлы бағдарлама жасаған болатынбыз. Қазір сол сюжеттен сіздердің назарларыңызға бірнеше фотосуреттерді ұсынамыз. Суретшінің мына тамаша шитоқу деп аталатын туындысына назар аударар болсақ, ата-бабамыздан келе жатқан қазақ халқының ұлы дәстүрін тамаша көрсеткен. Суретшінің өзінің анасы да, жұбайы Зүпін апа да қолөнер шебері болған. Сондықтан да болар суретші қазақтың ұлттық асыл мұрасын құдіретті қылқаламмен кенеп бетіне осылай тамаша бейнелеген. Мына фотосуретте суретші өзінің әріптестерімен, яғни суретшілермен сол шитоқу жұмысын талқылау үстінде. Райымқұл Есіркеев 1980 жылы қайтыс болды. Әйелі Зүпін апа 1995 жылы өмірден өтті. Суретшінің екі ұлы Қуаныш пен Мирам қазірде әке жолын жалғастырып, осы суретшілікпен айналысып келеді.